Баршаларыңызға қайырлы күн. Дастарханның көркін ашатын, тауықтың төс етінен дайындалатын және де тәбеттеріңізді ашатын өте дәмді, ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге тауықтың төс етін алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Қатты ұсақтап жібермейміз, орташа көлемде барлығын турап аламыз. Одан кейін бөлек ыдысқа салып, мариновкасын дайындаймыз. Тауықтың төс етінің үстінен сұйық майымызды құямыз. Кейін оның үстінен шым тұз қосамыз. Және де тәтті паприка. Одан кейін кинза қосамыз. Жақсылап араластырып, және де бір бас чеснок пайдаланамыз, яғни сарымсақ қолданамыз бір бас. Жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Кейін бір баклажанды алып, оны да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дәл видеодағыдай турасаңыздар да болады, немесе ұзынша етіп өз қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Оны да бөлек ыдысқа саламыз. Кейін оның үстінен тұзымызды қосамыз. Паприка қосамыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Және де бір бас сарымсақ қолданамыз, теркадан өткізіп. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде духовканы алдын ала 220 градусқа қыздырып қоясыздар. Духовкада 220 градуста 15 минут аралығында пісіп шығатын болады. Осылай противенге баклажандарымызды салып, 220 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте табамызға, қызып тұрған табамызға, құрғақ табаның үстіне тауықтың төс етін қосамыз. Төс етін салып, жақсылап қызартып аламыз 7-8 минут аралығында. Одан артық ұстамаймыз. Әйтпесе етіміз қатты болып, құрғақ болып қалады. Одан кейін болгар бұрышын пайдаландым. Осылай ұзынша етіп турайсыздар. Мен 2 түсін қолдандым. Және де жартылай ащы бұрыш қолданамыз. Жартылай ащы бұрыш міндетті түрде қолданыңыздар, себебі ерекше дәм береді. Одан кейін ыдысымызға болгар бұрышымызды, жартылай ащы бұрышты саламыз. Одан кейін тауықтың төс етін саламыз. Помидор саламыз, яғни қызанағымызды. Одан кейін көк жуа, оны да қолданамыз. Одан кейін пысқан баклажанымызды саламыз. Кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Оливковый масло болса, соны пайдаланғандарыңыз дұрыс. Негізінде сұйық маймен де дәмді болып шығады. Тұз себеміз. Одан кейін соевый соус қосамыз. Соевый соусты қосып, жақсылап араластырамыз. Қолымыздың көмегімен мыжып алмай, астынан үстіне қарай әдемілеп араластырып шығамыз.